Ассалаумағалейкум қадірмен достар, бұл мен Ермұхамед Мәулен және әдеттегідей Ербол Қайыров. Қош келдіңдер. Жалпы бұл Абу-Даби қаласы, Біріккен Араб Әмірліктері. Мына жерде жазуды көріңіздер, Аль-Нахаян атындағы стадион. 3 бидің, Қазбек би, Төле бидің, Айтеке бидің суреті тұрған сияқты, оларда да сондай 3 биінің суреттері тұр. Және дәл осы стадионда қазір Қазақстан ұлттық құрама командасы жаттығу жұмыстарын өткізіп жатыр. Бір қызықты ақпарат айта кетейін, Ербол. 2000 жылы дәл осы жерде Қазақстан ұлттық құрама командасы жолдастық матч ойнаған, есеп 5-2 нәтижесімен осы Біріккен Араб Әмірліктерінің құрамасының жеңісімен аяқталған, және сол ойында 2 голды Руслан Балтиев соққан екен. Қазір бас бапкердің ассистенті ана жерде тұр. Сборная Казахстана давно уже не играла с командой Объединенных Арабских Эмиратов. Всего было 3 матча. Однажды казахстанцы крупно переиграли нынешних соперников со счетом 3-0. Также уступили один раз 0-4 и 2-5. При этом последняя игра, которая состоялась в начале 2000-х, она проходила здесь, на этом стадионе, и Руслан Балтиев оформил дубль, 2 мяча забил с пенальти, и уступили наши тогда со счетом, напомню, 2-5. У арабов настроение позитивное. Видно, что матч товарищеский, правда, болельщиков на трибунах очень мало, и местные фанаты не всегда, скажем так, поддерживают горячо свою национальную команду. Может быть, соперник не того уровня, особенно после Аргентины, после Лионеля Месси, но в любом случае недооценивать Объединенные Арабские Эмираты не стоит, потому что только в этом году они побеждали со счетом 1-0 такую крепкую сборную, как Южная Корея. Сонымен қадірмен көрермендер, матч басталды. Қазақстан ұлттық құрама командасында негізгі қақпашы Игорь Шацкий, түсінікті ол, және 5 қорғаушы әдеттегідей. Қапталда Бағдат Қайыров пен Тимур Досмағамбетов, ортада Марочкин, Малы, Нұралы Әліп. Ортада Исламбек Қуат негізгі құрамда, Асқат Тағыберген капитан, түсінікті, Бақтияр Зайнудинов және Абат Айымбетов бар. Және Элхан Астансов да қоса кетуіміз керек. Шабуылдық үштік осындай. Біз негізі ойлағанбыз, Абылайхан Жұмабек, Артур Шушиначев секілді ойыншылар негізі құрамда шығады деп, себебі бұл жолдастық матч, қарсылас мықты емес, сол себепті эксперимент керек. Бірнеше ойыншыны алмастыруға болады, сондықтан бірінші таймда түгел осы құраммен ойнап шығады, содан кейін бірден Магомед Мұсаұлы Адиев жылдам ойыншыларды алмастыра бастайтын шығар деген ойдамыз. Осы ойында кім фаворит? Біріккен Араб Әмірліктері алаң иелері фаворит. Мойындауымыз керек. Себебі олар бізді 2 рет жеңді, ресеппен 4-0, 3-0, ал біз оларды... Жалпы рейтингте де бізден биік тұрған, Азияның кез келген командасы бізден биік тұрады, өйткені олар Азияда ойнайды. Ал біз Еуропада ойнап, қиналып ойнаймыз, өйткені біздің қарсыластар өте мықты. Бірақ та қазақстандық жанкүйер саны жергілікті жанкүйерлерге қарағанда көп, 1-2 трибуна отыр. Жалпы өз негізі 1000 адам болса осы стадион үшін, соның бір 600-700, яғни 67% менің ойымша қазақстандықтар. Түркиядағы жолдастық матч сияқты, кәдімгі клубтардың арасындағы. Дәл сондай. Әнеке Қазақстан құрама командасы қазір мына жерге шабуылдайды, сондықтан біз әдеттегідей Абаттың гол салғанын түсіріп алу үшін осында кеп тұрмыз. Себебі бұл Абаттың сақалы жобасы. 12-я минута матча. Фабио де Лима шикарно после подачи углового в касание аккуратненько положил мяч в дальний угол ворот Игоря Шацкого. Вот так вот хозяева повели в счете 1-0. 21-я минута. Багдат Каиров пробивал головой по воротам сборной Эмиратов, но, к сожалению, не хватило ему точности. Есть в составе сборной
Эмиратов очень дорогие футболисты, которые превосходят в трансферной стоимости наших игроков. Это натурализованные бразильцы Кайо Канедо, также Франко де Лима. Они являются лидерами сборной Объединенных Арабских Эмиратов. Және қоса кетейін, жаңағы 11 нөмірдегі Кайо Канедо деген ойыншы Аль-Айн командасында Бауыржан Исламханмен бірге шабуылда бірге ойнаған. Сол Исламханның пастарынан Кайо талай мәрте гол соққан. Кайо, Коджо Лаба, Исламхан және Ахмед Барман деген 3-4 ойыншы болды шабуылда Аль-Айнда. И матчтың алдында екеуі Бауыржан Исламхан және Кайо жылы түрінде сөйлесті, бір-біріне сәттілік тіледі. Ойынды көріп отырмын, 35-ші минут болды. Тимур Досмағамбетов және Бағдат Қайыров. Екі қаптал, екеуі де жұмыс істеп тұрған жоқ бүгінгі матчта. Екеуін де ауыстыру керек. Бірақ ауыстырайын десең, Марат Быстров жоқ, Ян Вараговский жоқ. Анау жоқ, мынау жоқ, жалпы ойыншы жоқ бізде. Қапталда ойнайтын негізі Қазақстан чемпионатында біраз қазақстандық футболшылар бар еді, олардың бір шамасы ұлттық құрамаға алынған жоқ. Сондықтан бармен базар. Да, действительно, сборная Казахстана не всегда подключает фланги, хотя активен Тимур Досмагомедов, не всегда он получает передачу своих партнеров по команде. Очень хорош центр поля в лице Асхата Тагбергена, активен Эльхан Астанов, не всегда заметен Бахтер Зайнудинов. И, конечно же, очень много внимания со стороны защитников сборной Эмиратов против Кабату Аймбетову, который старается, конечно, освободить для себя пространство и сыграть на своих партнеров. И скажу так, что местная команда очень мастеровитая, очень техничная, очень быстро не принимает решения. И могу сказать, что это довольно динамичная команда, против которой играть непросто. И такое ощущение, что во втором тайме очень много замен будет. Уже, наверное, в перерыве. Может быть, Михаил Габышев на поле появится. Султанбек Астанов, наконец, сыграет майки национальной сборной спустя год. Может быть, Абылайхан Жумабек или Артур Шишначев тоже на поле появятся. Нужны, конечно, замены, нужны эксперименты. Пока игра, к сожалению, сборной Казахстана не клеится. Біздің жанкүйеріміз арнайы Дубайдан келді, иә? Иә, Дубайдан. Аха. Осы ойын туралы не айта аласыз? Ойын орталық команда енді қазір прессинг аз болып тұр. Өзбекстаннан кейін шаршаған деп ойлаймын, потому что климат несіне байланысты, ыстық ауа райы, бұл жақтан суық қой. Соған енді орталық команда кішкене прессинг жасаса, мне кажется, нормально болады. Екінші таймға енді Баторик күтіп отырмыз. Бағасы шықса. Енді 2-1. Баторик жергілікті футболды біледі. Сол себепті екінші таймда алаңға шығады и көмектеседі. Әрине, сол ойлаймыз. 2-1 жеңеді деп ойлаймын Қазақстан. Баскетбол бұл. Осы матчқа арнайы жанкүйерлеріміз келді. Дубайдан ба? Дубай қаласынан келдік, иә. Әзірше есеп 1-0, Қазақстан құрамасы ұтылуда. Не жетіспейді? Менің ойымша біздің жігіттерге ауа райы қолайсыз болып жатыр. Бүгін өте ылғалды болып тұр. Міне біз өзіміз осы жерде тұрамыз. Соның өзінде бүгін терлеп, кішкене ыңғайсызданып отырмыз. Сол біздің жігіттерге кішкене қолайсыздық тудырып жатқан сияқты. Бірақ ойын жаман емес. Былай жақсы прессинг бар, атака бар. Құдай қаласа сәл жетпей тұр. Жігіттер қазір екінші таймға дайын болып шығады деп ойлаймын. Есепті теңестіреміз, көбірек соғамыз, ұтамыз бұйырса. Пока 1-0 наши проигрывают, чего не хватает? Не хватает какой-то агрессии, не знаю, игры как будто нет. Мы пришли поболеть и думаем, наши выиграют.
Ваши друзья говорят, что из-за климата жарко, поэтому игроки наши не могут ничего показать. Не, я бы не сказал, что из-за климата. Вечером сейчас не прямо жарко. Такая погода в Казахстане бывает с летом, особенно на юге, поэтому я на климат не ссылался бы. Ну вот акклиматизация быть... из Ташкента же прилетели, там-то было прохладно, дождливо, теперь прилетели сюда. Не, я как бы на это не делал бы акцент. Может из-за перелета, то, что 2 перелета в гостях играли, из-за этого может, да, потому что перелет он отнимает силы. Прогноз на матч. Прогноз, но мы будем смотреть с оптимизмом. Но играем в гостях 1-1, да, чтобы и Эмиратам, и нашим, да. У нас юный фанат Бауыржана Исламхана пришел в майке алматинского Кайрата и с надписью Исламхан. Вот. Давно болеешь за Исламхана? Да, давно. С детства. С детства? Да. Это сколько? Лет 5, наверное, да? Лет 5 будет так. Ага, он сегодня выйдет на поле? Надеюсь, да. Решает? Изменит, да, игру. Ход игры изменит. Надеюсь, сегодня Казахстан выиграет. Второй тайм Казахстан начал очень активно. Потенциально опасные моменты начали возникать у ворот сборной Объединенных Арабских Эмиратов. Но вот после одного из моментов быструю контратаку убежали хозяева и едва не забили второй гол в ворота Игоря Шацкого. Мінеки достар, осылай Аббаттың сақалы шешеді. Есеп 1-1. Мінеки өздеріңіз естіп отырсыздар. Пас берді Делима. Кайо пас берген, Делима гол соққан. Екі бразилиялық, екеуі бүкіл гол салып жатыр, жағдайын бәрін жасап жатыр Біріккен Араб Әмірліктерін. Айттым Жоао Паулоны алайық деп. Десең, қалжыңдап айтам, жалпы айтам. Бразилиялықтар қайда жүрсе де әйтеуір бразилиялықтардың тығын істеп жатады әйтеуір. Мықты енді, молодцы. Сөйтіп, бірнеше минуттардың ішінде Магомед Адиев алаңға, Максим Самородов пен Айбар Жақсылықов, ал содан кейін Бауыржан Исламханды алаңға шығарды. Бауыржан бірден капитандық повязканы өзіне алды. Оған қоса Тимур Досмағамбетовтың орнына тәжірибелі Дмитрий Шамко алаңға кірді. 79-я минута. За фол последней надежды удаляется защитник Александр Марочкин, который пытался прервать атаку игроков хозяев поля, и рефери решил удалить нашего футболиста. Штрафной удар назначает. Александр Марочкин алаңнан қуылды, және де оның орнына меніңше Бахтияр Зайнуддинов орталық қорғаушы ретінде ойнайды, себебі ол мәскеулік ЦСКА-да өте жиі қорғаушы ретінде алаңға шығады. Сен қалай ойлайсың? Я бұл өте әмбебап ойыншы, сондықтан кез келген позицияда ойнай береді деп ойлаймын. Оны да менде шабуылдауға болады, қазір көреміз.
бірақ 11 адаммен жүріп жеңе алмаған команда 10 адаммен қалай жеңеді? Бұл логикаға сыймайды. Ермаш, Батуриктің бір мотивациясы бар осы матчта, себебі ол именно Біріккен Араб Әмірліктерде ойнағанда допингпен ұсталды. Енді алаңға шықты, бірнеше жақсы пас асырды. Иә, әрине, осы жерде ұсталып, жаңағыдай қастандық жасады деп жатырмыз ғой енді. Сол бүгін әдемі ойын өрнегін көрсетіп, гол салып, болмаса ассист жасауға ұмтылып жатыр, барып үшін салып ойнап жатыр. Одан бөлек те жалпы 2 жыл футбол ойнамаған адам сағынып қалған ғой, көрініп тұр футболшы. Арабтар подстава жасады ма сонда? Әрине. Мінекей гол қазір. Тамаша мүмкіндік еді, бірақ сәл жетпей қалды. Максим Самородов тамаша ойнап жүр. Бағана бастапқы минуттардан бері осы Самородовты, Шушиначевті және Абылайхан Жұмабек сияқты футболшыларды шығару керек еді. Абатты қайда тығасың? Абат болсын. Жоқ, ол да ойнасын, әрине. Бәріне орын тауып беруге болады. Барада Абат решает. Екінші таймда шығаруға болады Абатты жалпы. Тәжірибелі шабуылшы ғой, ол жолдастық матчта өз-өзін дәлелдеп жүрмейді ғой. Ұлттар лигасының бомбардирі болып жүрген адамға не тұрады бұндай матчта гол салу? Бір-екі өкінішке орай Қазақстан құрамасы тағы да жеңілді. Әрине, 2 жолдастық матч болған биылғы жылы соңында өтетін. Соң екеуінде жеңілдік. Өзбекстанға 2-0, Біріккен Араб Әмірліктеріне 2-1. Осыдан кейін мына жанкүйерлер Азияға қайтайық деп жазбаңыздар. Бұл жақта да бізді ешкім күтіп тұрған жоқ ау. Керемет нәтиже күтіп тұрған жоқ бұл жақтан да. Азияда командалар мықтырақ. Әрине, оңай емес. Енді сіз командаларын қайдам енді? Бір жолдастық матчпен ештеңе деп айта алмаймыз. Бірақ мынау жасыл алаңды қараңыз, мынау стадионды қараңыз. Мынау осындай стадионның 20 шақтысын көрдім. Қазақстанда осындай стадиондар қаншау? Біреу, жоқ әлде екеу. Мақұл. Қалғаны қайда сонда? Қалай біз осылардың деңгейінде футбол ойнай аламыз? Инфрақұрылымы жоқ болса, кеше Асхат Тағыберген соны сұхбатында айтты. Бірінші кезекте футболды мықты ойнау үшін футбол ойнайтын жерді жасау керек. Содан кейін барып доп теуіп үйреніңдер. Мінекей қарапайым қағида сол.